Украина ве Алмания арасында 2017 сенесі бірінші ярым елы içinde мал devri 3 миллиард евроны тәшкіл етті. Украинаға Алманиядан зияде машина парчалары кетірілді. Украина Алманияға санайы донатовның ихраджи бойынша етекче ола. Алман-Украин санайы палатасы тарафындан кечірілген сұрауға бинайын Алмания шіркетлерінің 68% Украин тежеретіне етірімларыны қошмаға девам етер. Олардан 18% ятырымларының көлеміні арттырмаға азыр. Де білдіре Украинада Алман иқтисадиетінің векелі Александр Маркус. Бұның саясында Украинада яны иш ерлерінің тәшкіл етмеге мүмкін олыр. Şirketler bu ise iş yerlerinin sayısı da arta. Alman şirketleri hakkında aytacak olsak, onların müsbet göstergeçlerini göremez. Demek bizim şirketlerimizge ihtisaslı hadimler gerek. Ukrayna'da hadimlerini kıdırganda müsbet göstergeçlerini göremez. Polonya, Macaristan ile kıyaslasak, hadimler ile vaziyet gayet iyidir.